Zöntük var mı? Karayip edesin canım. Sizlerden saklanmayın sırrımız var. Kazak'ın koşancısı gelecektir, ayamayı bir şakala kurumuz var. Gelinler iyilik selen kılınızlar. Bol kişiler kimdegene vermeydi koy. Ağayın orununa otkanca ayamay kol soğup durumuzlar. Canbulat bin Cazira bizler için Arkaşan tavdan büyük kunumuz var. Akınlar aydatığın cırlar kayda. Osundayda sözümüz tındanmayma. Cazira akımızga kol soğayık. Kaltama aksa saldı turgan boyda. Canbulat Caziraga küle vermey nemine ayelinden ülgalmayma. Çok halde bükül basını Cazira akım kaltasına basıp turgandayma. Kalın sözlerine karşı olsun. Kalın sözlerine karşı olsun, karşı olsun. Öyle. Sözlerimizde bostan karşı olsun. Öyle. Serkaşan alçı olsun. Kendince mutlaka sana olun. Serkaşan alçı olsun. Mutlaka sana olun. Kızı özlerimiz Mölesi de özgürük, rengi de özgürük. Nörekemde aytsanız canımızga tez gelip, kalayşa endi aytmaymin. Sаңғылдардың шырғынай bir туар қызын алып жатқан Нұрекең менің кездемет. Барлығын айтар кез келеді, сондықтан да қалайық Нұрекеңе тағы да бір жапалақ қағайық. Қайнатаңды құрмет қып айналайын, келінжан тағы да сәлем салайық. Ендеше шырғын ағайын келінді көтеретін төбесіне, айналған шаңырақтың егесіне. Жақсылап мен сәлемді салдырайын. Келінің ақ нұрдайын енесіне. Шіркін ай неже деді саңғылдардың бүгінде сұлуының өресіне. Нұржандай ағамызбенен бір кездері бақыттың мінген екен кебесіне. Бұндайда жырлап есе жырлаймыз да, ағайын бекер қарап тұрмаймыз да. Атасы мен ене қошемет қылмаймыз ағайындар. Ой бәрекелді, кеттік. Сенше мынау орамалды ше, мына жігітке беріңіз. Бұл орамалды алғанда бір апта ұзамайды, үйленіп кетеді, жұғысты болсын. Бұл досыма әнің ба? Айналайына өз қуанып жүр, жол ашылды деп. Басына бүйт аласаң шенше. Қатты қойда түстіп, қоңыратыңыз қашып кетеді. Жай. Кезек кеп түреген. Енді күттірме айналайын. Ал! Дінмұхамед Қонаев атамыз айтты. Жаман келіннің екі пышағы болады, бір пышағы дастархандағы пышақ, онымен дастархандағы нанды кесет, екінші пышағы аузындағы тілі, онымен кеудеңдегі жаныңды кесет депті. Жақсы келін қандай болады деген кезде әулие атамыз айтқан екен, жақсы келіннің тілінде тоқтауы болады. Қалай айтып болсаңыз, шаршасаңыз тек қана жақсылықтан шаршаңыз.